Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет шығатын мясной пирог, яғни етті бәліш жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші бәліштің қамырын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. 1 шай қасық тұзымызды қосып, кішкене араластырып аламыз. Оған 200 мл қаймағымызды қосамыз. Одан кейін ертілген 100 грамм сары майды қосып араластырамыз. 1 шай қасық қопсқышты салып, 350 грамм ұнымызды електен өткізіп, жұмыртқалы массаға қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жақсылап біріксе болды. Ұзақ илеудің қажеті жоқ. Шамал қолға жабысқақ болып келеді. Қамырымызды жақсылап орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Сол кезде ол формасын ұстап, қолға жабыспайтын болып келеді. Әзірше салмамызды дайындайтын боламыз. Табамызға кішкене сұйық майды құйып, ұсақтап туралған 1-2 пиязымызды салып араластырып аламыз. Пияз сарғайған кезде тартылған 400 грамм етімізді саламыз. Оған дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Кішкене паприка қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұсақтап туралған 1-2 картобымызды қосатын боламыз. 10 минут қуырамыз. Өте ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Себебі пешке салған кезде салмамыз пісетін болады. Міндетті түрде суытып аламыз. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Үстелдің үстіне жұқа қылып жайып алатын боламыз. Протеинге пергамент қағазын төсеп, соған қамырымызды салатын боламыз. Салмамызды осы қамырдың үстіне саламыз. Екінші қамырды да дәл осылай жайып аламыз. Міне екінші қамырды жайдық. Енді ақырында барлығын жауып шығатын боламыз. Қамырдың ортасын осылай тесіп шықсаңыздар да болады. Сол кезде бәліштің ортасына ауа барып жақсы піседі. Енді 1 жұмыртқаны араластырып, осы бәліштің үстіне жағып шығамыз. Етті бәлішті 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне бәлішіміз дайын болды. Өте керемет. Қамыры да жұп-жұмсақ болып шығады. Видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен Лаура.